Тоқсандық теориясына қош келдіңіз. Нарық кездейсоқ емес. Ассалаумағалейкум. Бұл YouTube арнасында мен сіздермен бірнеше жыл бойы жинаған тәжірибемен бөлісемін. Сіздер мұнда рыноктың көпшілік түсіне бермейтін жасырын логикасын түсінесіздер, және үйренесіздер. Мен сіздерге уәде беремін, осы стратегиядан кейін сіздер нарыққа деген көзқарастарыңыз толықтай өзгереді. Нарық бізде ешқашан жайдан жай қозғалмайды. Сіздер байқамаған бір нәрсе бар. Неге баға дәл сіз кірген кезде қарсы жүреді, неге сломдар көбіне фейк болады. Бұның барлығы кездейсоқ емес, бұның бәрі жүйе. Бүгін мен сізге банктер қолданатын логиканы, яғни 90-дық теорияны түсіндіремін. Көп трейдерлер индикатор іздейді, бірақ проблема индикатор емес, сіз нарықты дұрыс түсінбей отырсыз. 90-дық теория бұл стратегия демесек те болады, бұл нарықтың қалай жұмыс істейтін моделі. Бір мысал келтірейін. Елестетіңіз, банк 1 миллиард долларлық позиция ашқысы келеді. Ол бірден кіре алмайды, себебі оған қарсы тарап келеді. Қарсы тарап дегеніміз ол бізде ликвидность, оны кіру үшін. Ол не істейді? Ликвидность дейді. Ал ликвидность қайда? Сіздің стоп-лоссыңызда, немесе басқа трейдерлердің стоптарында. Сондықтан нарық алдымен адамдарды стопқа түсіреді, сосын ғана бағытқа кетеді. Бізде 90-дық теорияның 4 фазасы бар. Сіздер көріп жүргенде 4 түрлі түс бар. Көбісіне сұрақ болып мүмкін, бұл не деген? Бұл 90-дық теорияның фазалары. Яғни 90-дар бұл әрқайсысы бізде. Бізде біріншісі бізде аккумуляция болады, серия. Одан кейін қызыл бізде манипуляция, екінші 90, үшінші 90 дистрибуция, төртінші 90 бізде X. Бағаның жалғасуы немесе кері қайтуы болады. Аккумуляция. Манипуляция. Және бізде дистрибуция. Бізде төртіншісі X деп аламыз, және бұл екі бағытта жүреді. Жалғасу, продолжение болады, немесе разворот. Яғни бұнымызды қысқартылып алғанда аккумуляция A, манипуляция M, AMD, X болады. AMD, X. Мен сіздерге бірінші толық уақыт аралық, яғни қай уақыттан қандай циклдармен қолданамыз, соның бәрін бірінші түсіндіремін. Одан кейін сіздерге жалпы жүру логикасын, формацияларын қалай жүру логикасын көрсететін боламын. Бізде аккумуляция баға ренжінің ішіне түседі. Бұл жерде банктар позиция жинайды. Одан кейін бізде манипуляция, өтірік сломдар, яғни фейк брейкауттар, стоп хант, хай немесе лоудың свиптары болады. Бізде дистрибуция, негізгі қозғалыс, ең үлкен қозғалыстар осы жерде болады бізде дистрибуцияда. Және төртінші бізде ол, яғни айтқанымдай жаңа цикл басталуына уже разворот немесе продолжениясы болады. Неге дәл квартал? Себебі банктер және хедж фондтар өз нәтижесін 3 ай сайын есептейді екен. Сондықтан олардың логикасы циклмен жүреді ғой. Ең қызығы, ол модельдер күнде жұмыс істейді. Яғни тек үлкен мысалы банктер, хедж фондтар алатын болсақ 3 ай сайынғы квартал болса, ал бұл жалпы логика уже рынок цикл фракталды деп айтамыз. Барлығы уақыт аралық қайталанады. Яғни орыстардың ойыншығы бар ғой, білесіздер ғой, матрешка дейтін. Дәл сол сияқты біз жылдан бастап бөліп келсек, дәл сол бір логикамен жүреді баға. Яғни аптада да, мини кварталда да барлығында.
егер сіз әрдайым стопқа түсіп жүрсеңіз, бұл сіз мүмкін сіз сол ликвидность болып жүрген шығарсыз осы аккумуляцияның ішіндегі манипулировать еткен жерлердің. Нарықты жеңу үшін оны түсіне білу керек. Қазір мен сіздерге жалпы үлкен циклдардан көрсетемін, қандай үлкен циклдар бар. Солардан бастап біз жайлап түсіп көреміз. Бізде жалпы квартал өте үлкендерден бөлінеді, бірақ мен сіздерге жылдықтан бастап бөліп берейін. Жылдық цикл. Яғни біз бір жылды 4-ке бөлеміз. 12 айы бізде. Егер жылды 4-ке бөлетін болсақ, біз әр ай, яғни әр цикл, то есть 3 айдан түседі. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь деп. Солар жарып. Яғни алтынша қысқартып жазайын. Бұл бізде январь, January. Бұл бізде бірінші квартал, бірінші 90, яғни 3 ай. Яғни дәл қазіргі біздегі уақыттағы квартал. Бізде март айы, яғни соңғы бірінші кварталдың соңғы айы болып тұр, получается. Екінші бізде манипуляция 90-ы, ол бізде апрель, май, июнь. Үшінші квартал бізде июль, август және сентябрь, септембр. Төртінші квартал бізде октябрь, ноябрь және декабрь. Жалпы біз жылдық кварталды алдық, бұл бізде бір жылдық квартал. Цикл. Яғни бір жылдық квартал. Одан кейін бізде айлықтар бөлінеді. Сразу айлықта бөліп кетейік. Яғни біз бір айды январдың өзін немесе февраль, марттың бір өзін алғанда, яғни бізде бір айды 4 апта бар. Яғни дәл сол 4 апта бізде 4-90 болады. Яғни бізде бірінші апта, екінші, үшінші, төртінші апта. Үшінші апта және екінші апта. Бұл бізде айтқанымдай айлық цикл. Мозылы цикл. Бір айлық цикл. Яғни айлық цикл болды бізде. Одан кейін бізде апталық цикл, яғни аптаны 4-ке бөлгенде кіреміз. Аптаның ішіндегі циклдарға кіреміз. Аптаның ішіне кіреміз. Бізде енді апта бізде жалпы 5 күн, 5 жұмыс күні Форексте. Енді қалай бөлеміз деген ой болатын болса, біз аптаны, яғни понедельниктен біз пятница, яғни четверг күні 4 жұмыс күні аламыз. Понедельник, вторник, среда және четверг. Жұма күні, пятница күні бізде бөлек бір квартал болады. Оны біз апталық кварталдың ішіне кіргізбей және жеке күндік квартал ретінде аламыз тек қана.
понедельник, вторник, среда және четверг. Және бізде бір күн жеке, бұл бізде пятница күні болады. Жеке квартал. Так, бұл бізде бір апта. Weekly цикл. Яғни біз қазір 3 квартал алды, жылдық, айлық және апталық. Енді біздің келесі кезек күндік кварталға кіреміз. Бұл бізде қазір уақытпен жұмысты қарап жатырмыз, және уақыт туралы біз циклдарды қарап жатырмыз, қалай бөліну керек. Енді біз уже апталықтан кейін күндікке кірсек, уже біз сағат арқылы бөлеміз. Яғни 24 сағатты аламыз. Ол бізде Нью-Йорк уақытысымен 6 PM-нен келесі күннің 6 PM-ге дейін болады. Енді біз күндік циклға кіреміз. Күндік цикл бізде, яғни әр 24 сағат қой, 24 сағатты бір цикл деп алғанда, бізде 24-ті 4-ке бөлгенде 6 сағаттан түседі. Яғни бізде әр қайсы 6 сағаттық цикл болады. Так, 6 сағаттан әр бір күннің әр циклы бізде 6 сағаттан түсті. Ол бізде күндік цикл. Енді біз дәл осылай ішіне қарай кіре береміз. Және біз 6 сағаттан кейін 90 минуттық цикл, яғни 6 сағатты біз 4-ке бөлген жағдайда бізде баға, яғни уақыт 1,5 сағатқа түседі. 1,5 сағат, яғни әр 6 сағаттың іші бізде 1,5 сағат, 90 минуттық кварталдар. 90 минуттық 90-дар. Так, мына жерге күндік жасайық. Daily цикл. Бір күндік цикл бұл. Ал мынау уже күн аралық 6 сағаттық цикл. 6 сағаттың ішінде уже 90 минуттық цикл. И осылай бізде ішіне қарай кіре береді. Және бізде мен сіздерге тағы бір цикл көрсетейін, бұның ішіне кіретін. Және микроцикл. Яғни ол бізде уже 90 минутты 4-ке бөлген жағдайда болады. Әр 90 минутты бөлгенде бізде уже микроцикл, ол бізде 22-де 5 минутқа түседі. Әр кварталымыз 90-мыз бізде. И және де бір қызығы, осы әр квартал бізде фракталды болып келеді. Барлығы бір сценариймен жүреді. Оны сіздер рынокқа көрсеткен кезде оны көресіздер. Қараңыздар, жалпы түсінікті болды деп ойлаймын. Жылдық, айлық, апталық және күндік циклдар. Оның ішіне уже 6 сағатты біз тағы 4-ке бөліп, оның үшін тағы бөлсек, біз 90 минутты уже микроциклға дейін кірдік. Бізге пока что осы жетеді. Бұл бөлімде енді тек уақытпен жұмыс. Бұл жерде яғни әр циклдарды қай жерден қай жерге алу екенін түсіндірдім. Келесі бөлімде мен сіздерге осының логикасын, сценарийін көрсетемін. Яғни әр квартал қалай жүреді, бір-бірінің ликвидностьін қалай шешеді, қандай целдері болады. Уже графикпен көрсететін боламын. Үлкен
циклдардан бастап. Видео ұнаса лайк басып каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі бөлімде кездескенше.